Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін 3 март 2024 жыл. Лақтарымыз үйде, коробканың ішінде. Сағат 12-ден кетіп жатыр. Енелеріне апарған жоқпын. Қазір апаратын боламын. Мынау ұрғашылақ. Бұның қарны ашып тұр. Манадан бері қарны шұрылдап жатыр. Емгісі келіп тұр. Енелері маңырап жатыр. Мынау еркек лақ. Бұл жатыр. Соған қарағанда қарны тоқ бұның. Кеше құйрығы боқ-боқ еді бұның. Бүгін тап-таза. Кеше түнде үйге кіргізерде құйрығын жудық. Жудық болғанда енді жудым. Өзім жудым. Осындай хабар. Қазір лақтарды жаймен шығарамыз. Біраз жатты. Енелері маңырап жатыр. Бұлар да маңырап жатыр. Жаймен шығарайын. Давай. Давай. Давай, иди отсюда. Апара бер. Мынаны шығарып жатырмын. Еркек лақ. Бұның қарны тоқ. Ананың қарны екен ғой, шырылдап жүрген. Мынаның қарны тоқ. Бар. Жүгір бар. Міне мынау еркек лақ. Құйрығы тап-таза. Бар, жүгір бар. Ұрғашылақ қол деген. Емей берсін. Теке жүр. Ақтөс тұр. Ақтөс жаралы. Мынанда алып бүт. Кетті. Лақтардың қарны тойды. Қойсай маңырамай. Мынау. Мұны ешкі. Ана мүйізді ешкінің лағын іздеп тұр. Лақтардың қарны тойды. Еміздік. Бірақ ана ешкінің, ана мүйізді ешкінің желіні сыздап жүру дейм. Қандай уыз толып қалған ба бірдеңе. Лағын емізбей тұрды. Сон жаймен ешкіні ұстап тұрып, лағын еміздік. Бірақ соның өзінде не? Әлі бар да уыз жеңі босамаған. Маңырай бердің ғой. Бар кет. Ән жерде жол лақ. Секіріп қояды. Мынау мүйізді ешкі. Не істеп тұрсың? Мынау тоқал ешкінің лағы. Жүрсің қараш, маңырап.
Мына ұрғашылақ маңырап тұрған. Қасынып отырған да мына. Ұрғашылақ мынау. Мынау кеше шыбыш. Мынандай болып тұр мына. Арты. Айтпақшы осының жаңағындай малдарда жаңағындай не бола ма? Толғату бола ма? Бірінші рет туайын деп тұрған малда. Ай толғақ дейді ғой. Сондай бола ма, болмай ма? Комментарийға жазып отырсаңыздар. Енді алдында кеше ғой, алдында емес. Ішін ұсақ бараған кезде лағы жыбырлайтын сияқты. Белгісіз енді. Бір емес, бірнеше рет ұстақ барадым. Соны білетін болсаңыздар, комментарийға жазып отырсаңыздар, басқаша қалай білуге болады. Басқа да жаңағындай жолдары болса, тәсілдері болса. Комментарийға жазсаңыздар. Мынау ұрғашылақ. Жетіп келдік. Енесі жетіп келді. Қасынайын деп жүр аяғымен, артқы аяғымен. Өзі зорға жүргенмен қауа жоқ. Емейін десе қашады. Бірақ ана лағы тойып еміп алды, себебі ешкіні ұстап тұрдық қой. Бұл жерде енді ауланың ішінде мынандай заттар шашылып жатыр, оған мән бермей қойыңыздар. Қарды деген кәдімгідей жеп жүр анау. Мынау да сол міне. Мороженое жеген құсатып жүр кәдімгі. Қырт еткіз. Ей! Құйрығы таза мынау еркек лақ. Мынау негізі ананың лағы мүйізде ешкінің. Мынаны келіп еміп жүр. Мынау емізе береді. Мынаған бәрі жүр. Өзінің лағы міне жүр. Тоқал ешкінің. Мына лақтың енесі ана жерде қарды күтірлетіп жеп жүр. Мына тоқал ешкі екеуін иемденіп алған екі лақты. Ертең мұны ешкі тұр. Каналға жазылып отырыңыздар, қоңыраушаны басып. Видеоға лайк басыңыздар. Ұнамаса дизлайк басыңыздар. Мынау өзінің лағын таниды екен мынау. Мүйізді ешкі.